Әріптестерімізге алғыс айта отырып, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Және сән әлемі туралы бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазына Әбдіғаппар айтып беретін болады. Қош келдің, Қазына. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін қандай тақырыпта сөз қозғаймыз? Бүгін осы биылғы күз және қыс маусымдарының негізгі тренді болып саналатын және сонымен қатар қыздарымыздың арасында аса қызығушылыққа ие болған ретро стиліне тоқталамыз. Жалпы ретро деген кезде міндетті түрде көз алдымызға бұрынғы заман, өткен жылдар еске түседі. Қай жылдар? Жалпы ретро стиль дегеніміз ол нақты қай жылдарға қамтитыны белгісіз болғанымен 19 ғасырдың бірінші жартысы мен 20 ғасырдың 70 жылдарына дейінгі сәндер тән болып саналады екен. Ретро сөзінің өзі латын тілінен аударған кезде өткенге оралу, артқа қайту дегенді білдіреді екен. Өзінің аты айтып тұрғандай, бұрынғы кезеңдерді, өткен жылдарды сағынышқа алып, кішкене сол кезеңдердің киімдерін өзіңізге киіп оралсаңыз, онда ол ретро стиль болып саналады. Қандай киімдер кіреді ретро стильге? Ретро стильге өткен жылдардағы негізгі тренді сәні болып саналатын киімдер жатады. Яғни ең елеулі деп айтатын ол өткен жылдардағы, яғни 20 жылдардағы аса танымал болған Чикаго стилі деп жатамыз, немесе винтаж деп жатады. Жалпы винтаж деп көбіне 30 жасқа толмаған, 30 жастан асқан және 60 жасқа толмаған киімдерді винтаж деп атайды екен. Ал кейінгі жылдарда дизайнерлер тек 60 жылдарға дейінгі киімдерді винтаж деп атайды екен. Жалпы ретро стильдің негізгі ерекшелігі ол кез келген аруымызды нағыз әртіске айналдырып жібереді. Ондағы киімдер де сонысымен ерекше. Негізгі принттер киімдегі, сонымен қатар негізгі апа әжелеріміз таққан әшекей бұйымдар, киімдер саналады. Жалпы 20 ғасыр деп айтатынымыз, өйткені сол кезеңдерде сән әлемінде жалпы тарихымызда елеулі оқиғалар болған. Соғысқа байланысты әйелдеріміз, яғни қыз келіншектеріміз өзінің гардероптарын түбегейлі өзгерткен. Ер азаматтарымыз соғысқа аттанғандықтан барлық жұмыстар, тұрмыс тіршіліктер қыздарға Әйел адамның мойнында болды. Иә, мойнында болған. Зауыт пен фабрикаларда қыздар жұмыс жасағандықтан көбіне ұзын етекті киімдерді шалбарларға ауыстырған екен. Жалпы сол кездегі стильді екіге бөліп қарауға болады. Чикаго стиліндегі джаз образы, екіншісі болса ерлердің киіммен аралас, яғни костюм шалбарлар. Кез келген бұрынғы фильмдерді алып қарасақ, Чикаго стиліндегі ең бірінші ол иық ашылған, тіке, бірақ тізеге жетпейтін көйлектер, сонымен қатар бас киімдер, ал екінші образ ол костюм шалбар, қара және ақ түсті, классика. Белгілі түстерге бөлінген ғой сол кезде. Қара немесе ақ бол. Негізгі классика саналатын ақ пен қара түсі ол сәннен ешқашан кетпейді. Мен жалпы өзім қолдаймын, Аида. Шынымен де қазіргі киімдердің бәрін қарасақ, енді костюм болсын барлығы тартып қалған, тар болып келеді. Сол кездегі ағаларымыздың, аталарымыздың костюм мен де кигім келеді шынымен. Біздің сәнгерлер, жалпы дизайнерлеріміз осы арада жұмыс істеп жатыр ма? Сондай киімдерге назар аударып, ретро стильге назар аударып деген сияқты. Иә, жалпы ретро стильдің тағы бір ерекшелігі де осы. Аруларымыз киген киімдер, олар белді, жалпы дене бітімін сымбатты көрсетпейді. Кең тұрады. Көбіне ерлердің киіміне ұқсас болып келетіні де сол. Сонымен қатар негізгі 20 жылдардағы жаңағы аруларымыздың нәзік жанды екенін білдіретін сол кезеңде жалғыз ғана атрибут болған, ол бас киімдер болған. Бас киімсіз жүрген арулар сол кезеңдерде нағыз мәдениетсіз болып саналған екен. Соны қазір енгізу керек сияқты. Сонымен қатар басқа да әшекей бұйымдарға, аксессуарларға мән берген, олардың қатарында қолғаптар да бар. Бүгін тақырыпқа сай менің образымда ретро стиліне жатады, дегенмен қара қолғап жетіспей тұр деп ойлаймын. Сондықтан да аруларымызға айтарымыз, жалпы заманына қарай адамы деп жатамыз, дегенмен егерде ретро стиліне өзіңіз бір сәтке болсын оралып өткен шаққа сағынышыңызды басқыңыз келсе, гардероптағы әпкеңіздің я болмаса анаңыздың ескі киімдерін алып қайтадан жаңа стильді жаңғыртуыңызға болады. Бәрекелді. Бір сұраққа біршама жауап алдық. Рахмет саған, Қазына. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.